Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай фисташковый чизкейк рецептімен бөлісетін боламын. Бұл чизкейктер өте дәмді, әдемі, нежный болып келеді. Бір жасағаннан қолдарыңыздан шығатын рецепт. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап жасаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Яғни ең алдымен біз електен өткізілген ұнымызды саламыз және сахарный пудра саламыз. Міндетті түрде сахарный пудраны пайдаланыңыздар. Және бір шай қасық толтырмай разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқышын салып, осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз, бір-біріне біріктіріп. Кейін осы ұнымыздың үстіне сары майымызды пайдаланатын боламыз. Сары май менде тоңазытқыштан шыққан қатты сары май. 60% майларды пайдаланыңыздар пирогтың основасына. Өйткені 72-80% майлар қатты майлы болғандықтан біздің пирогтарымызды бөлгенде сыңғыш, үгітілмелі келетін болады. Ал маргарин бұл пирогтың основасына жарамайды. Мен сияқты осылай кубиктап салып алсаңыздар болады, немесе терканың көмегімен теркаласаңыздар да болады. Оның ешқандай да айырмашылығы жоқ. Ең бастысы, сіздер маймен ұнды араластырған кезде біркелкі майымыз қалып қоймайтындай крошка ретінде жасап алсаңыздар болады. Оған сәл ғана уақыт кетеді. Сондықтан жақсылап майымызбен ұнымызды қолымызбен езгілеп крошка дайындап алыңыздар. Сонда ол біздің пирогымыздың тестаның жақсы шығуына осы жерде қатты рөл ойнайды. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап езгілеп крошка дайындап алдым. Енді оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқа менде бөлме температурасында тұрған жұмыртқа, жылы жұмыртқа және 20-25-15% кез келген қаймақты пайдалансаңыздар болады. 50 грамм, яғни бір үлкен ас қасықпен сметанамызды салып, және бір жұмыртқаның тек қана сарысын саламыз. Яғни сонда бізде қамырымызға бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның тек қана сарысы кетті. Енді осыны жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қолымызбен қамыр илеп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде сондай нәзік, жұмсақ қамыр болып шықты. Егер де қамырыңыз қолыңызға сәл жабысып жатса, сәл ғана ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Бірақ көп сеппеңіздер, онда біздің қамырымыз қаттылау қамыр болып қалады. Енді салафанға салып 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді чизкейгімізді дайындайтын боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға міндетті түрде таразының көмегімен барлығын өлшеп салатын боламыз. Творожный сыр саламыз. Творожный сыр менде крем чиздікі 69%. Сіз кез келген фирманың творожный сырын пайдалансаңыз болады. Және бізге творог қажет болады. Творог менде 5% творог. Сіз кез келген творогты пайдалана берсеңіз болады. Яғни домашний творог болсын, барлық жарай береді. Және қант салатын боламыз. Өлшеп қантымызды салып аламыз, және ванильді қант салатын боламыз. Ванильді қант немесе ванилин болса, ванилин пайдалана берсеңіз болады. Егер сіздерге ванилин ұнамай жатса, оны қоспасаңыздар да болады. Және бөлме температурасында жылы жұмыртқамыз саламыз, 3 жұмыртқамызды. Менде бірінші санаттық жұмыртқа, үлкен жұмыртқалар. Сіздерде егер кішкентай болса, онда 4 жұмыртқа салсаңыз болады. Және қаймақ саламыз. Магазиннің қаймағы пайдаланыңыздар, 20% қаймақ. Енді фисташковый чизкейк жасайтын болғандықтан бізде фисташканың ұнтағы қажет болады. Бұл кез келген кондитерлік дүкендерде сатады. 80 грамм фисташканың ұнтағын салып аламыз. Енді блендердің көмегімен барлығын жақсылап 3-4 минут көлемінде езгілеп алатын боламыз. Бізде барлық масса бір-бірімен бірігіп, ешқандай ішінде түйіршік қалмау қажет. Міндетті түрде блендерді қолданамыз кез келген чизкейкқа. Жақсылап езіп алғаннан кейін бір ас қасық толы кукурузный крахмал саламыз. Міндетті түрде кукурузный крахмалды қолданыңыздар. Картофельный крахмалдың дәмі болады. Ол бізде чизкейктің дәмін бұзып жіберуі мүмкін. Және чизкейктің түсі қанық болмағандықтан мен краситель қосқым келді. Егер сіздер қосқыларыңыз келмесе, қоспасаңыздар болады. Пищевой краситель кез келген кондитерлік магазиндерде, супермаркеттерде сатады. Бұның сұйық және осындай құрғақ түрі болады.
Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, видеода менің чизкейгімнің түсі қанық болды бояғыштың арқасында. Енді осы чизкейгіміз көріп тұрғандарыңыздай сұйық болып шығады. Енді менде пирогтың формасына осындай ашық айналмалы форманы қолданамын. Осы фольганың көмегімен астыңғы жағын бітеп алатын боламын. Жан-жағына фольганы осылай жақсылап біріктіріп аламыз. Міндетті түрде осындай форма қолданыңыздар. Сонда сіздерде чизкейкті формасынан ажыратып алу өте оңай болады. 2 қабаттап фольга салатын боламыз. Енді осының үстіне бағанағы біздің дайындап қойған тестамызды жақсылап жайғастыратын боламыз. Бұл теста бізде 20-24 см чизкейктерге жарайды. Егер де сіздер чизкейгіңіздің қамыры жұқалау болғанын қаласаңыздар, 26 см формаға дейін осы қамырды жасай берсеңіздер болады. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жан-жағынан бортиктарын жасап аламыз, және де ортаңғы бөлігін барлығын тегістеп қолымызбен әдемі етіп қамырымызды орналастыратын боламыз. Менің формамның биіктігі 8 см, мен ортасына дейін, яғни 4-5 см-ге дейін бортиктарын биік қылып шығарып алдым. Егер де сіздер салмаңызды салып жатқан кезде бортигіңіз биік болып жатқан жағдайда оны төмен қарайта орналастырып жіберсеңіздер болады. Енді фисташковый чизкейгімізді начинкасын ішіне салып орналастырамыз. Орналастырып алғандарыңызда, көріп тұрғандарыңыздай менде биік болып шықты. Соны ақырын қолымызбен төмен қарай түсіріп жіберсеңіздер болады. Ал егер де алып тастаймын десеңіздер, шетінен қиып алып тастасаңыздар болады пышақтың көмегімен. Тестамыздың начинкадан сәл жоғары тұру қажет, себебі начинкамыз піскен кезде көтеріледі. 170 градуста 35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Бізде осындай әдемі қанық түсті фисташковый чизкейгіміз шықты. Бұл чизкейктер өте дәмді, әдемі, қонақтарға жасап берсеңіздер де болады, жанұяңызға жасасаңыздар да болады. Жанұяңызға ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын.